Сені сделанный уақыт таппадым сені неге на столетие растянул с тобой одной, такой родной. Прекрасен путь чудесную страну. С каждым днем и каждым часом я сильнее сознаю, как я счастлив, что однажды ворвалась. Глаза заблестели сразу. Что я сделала? Где выход? Где выход? Что вы сделали? Я уже делаю, я просто слушаю качественную, красивую музыку. Она уже делает. Давайте поаплодируем. Абсолютно правильный ответ. Ну а теперь представьтесь, пожалуйста, поздравления от вас. Меня зовут Айнана, и я очень люблю эту группу, поздравляю с презентацией первого дебютного клипа и желаю ребятам победы на новой волне. Громче, громче, громче! Ай, молодцы ты какие! Always in control, but I'm not. I come on eternity. There's nobody there. No one cares for me. Oh, what the sense of trying hard to find our dreams without someone to share with me. Tell me what that means. Wanna run to you. I wanna run to you. And we'll take it a country we love. You're the right second weakness. Soledad, it's a keeper for the lonely. Since the day that you were gone, why did you leave me, Soledad? In my heart you are the only, and your memory is all. Адилия, до новых встреч! Презентация бітті. Енді біз тамақ ішіп отырмыз. Чин-чин. Бұл сок. Буратино. Лимонад қой. Презентация туралы не айтуға болады, достар. Презентация өте қызықты және де жақсы өтті. Көптеген әртістерді көрді. Бірақтар өте көп. Бұл жерде айтайын, кәсеге барғаннан кейін сіздерге бәрін айтамын. Презентацияда жаңа әншілерді көрдік. Жаңа орындаушы жаңа әншілерді көрдік. Және де олардың арасынан бір-екі күшті әртістер маған ұнап қалды. Егер де олардың өлеңдерін интернетте тапсам, астында сіздерге сол өлеңдерді тастап кетемін. Міндетті түрде. Жалпы бұл презентация El Mirador деген ресторанда болып жатыр. Негізі осындай презентацияларға кіру тегін, және де кейбір презентациялар қалай айтсам шақыру билеті арқылы, бірақ та кейбір презентациялар осылай жай қалай айтсам свободный вход. Как свободный вход? Еркін кіру. А? Как будет? Тегін это бесплатно. Тегін бесплатно. Ну, свободный вход. Еркін кіру деп айтайық мейлі. Бірақ та бұл топта менің досым айтатын болғандықтан ол бізді шақырды. Бірақ та менің түсінуім бойынша басқа да әншілер, басқа да топтар осылай презентация жасаса, оған келіп кіре беруге болады деп ойлаймын. Вот. Айдана, сен басқа не айта аласың осындай презентация туралы? Бұндай презентацияға мен бірінші рет келіп тұрмын.
жалпы мындай событие. Кешіріңіздер, бірақ событие. Негізі маған осыған дейін сіздер комментарийде жазғансыздар, сенің влогтарың орысша болып бара жатыр деп. Жоқ. Бәрі де қазақша, достар. Анда-санда орысша болып кетеді енді. Кешіріңіздер, кімде ондай ханның қызында да болып тұрады. Да. Сосын бүгін біз досымызды қолдауға келдік. Қолдауымыз пайдалы болды деп ойлаймын. Айданы блокнот тұтып алды. Мен де блокнот тұтып алдым, бірақ мен ол блокнотты жоғалтып алдым. Бірақ екінші блокнотты ұтып алатын кезде менен бұл желісті аяқ астынан тартып алды басқа қыз. Соңында пысығырақ болыңыздар. Әділ болған жоқ енді ол сайыс. Галочкасыз болған ойын негізі. Презентацияда ойындарды жүргізеді, және де басқа да әртістер келіп өлең айтады. Мысалы, бүгін Серік Ибрагимов келді, Алишер Каримов, Дильназ Ахмадиева және де Мақпал Исабекова келді, бірақ олар өлең айтқан жоқ. Олар тартып бізде. Санды кешір. Басқа не айтуға болады? Басқа біз білмейтін әртістер, біз білмейтін өте көп әртістер келді, өйткені осындай презентацияға жалпы өзінің достарын шақырады, және де жас әртістер шақырады, чтобы олар өздерін көрсетті, және де мысалы короче, достар деп ойлаймын негізі. Бүгінгі кештің ерекшелігі, бүгінгі бүкіл әртістер жанды дауыспен айтты. Ол негізі мақтанышсы, да? Кім айтты жанды дауыспен? Алишер Каримовтан басқа негізі бүкілі жанды дауыспен айтты. Ол өте жоқ. Тек қана санды по-моему даже. Менің ойымша тек қана бүгін осы кештің 100% жанды дауыспен айтқан, әрине бүгінгі презентация өткізген Voice KZ тобы енді жанды дауыспен айтты, қалғандар бәрі де фонограммамен айтқан сияқты. Қалыстан. Ал енді бүгінгі біздің кештің кейіпкері Асан, танысыздар ғой, осы жігіт жүргелі. Ең әдемі, ең талантты, ең галантты, ең... Ладно, это ладно. Солай болып жатыр. Біз негізі одан кілт алып кетіп үшін күтіп отырмын. Давайте, біз үйге кеттік. Нұрхат, привет. Біз қазір кешкі асымызды ішеміз, содан кейін үйге барамыз. Ұйықтаймыз, сосын ертең бізде съемка басталады. Сол съемкада сіздерге тағы да түсіремін. Пока-пока, сау болыңыздар. Бізге подарок бер. Не бар айтады. Мынандай пакет. Нұрхат. Так, диск Пенни Баян видео қараймыз. Ноутбук наші тамашалаймыз. Бірінші сыйлық, екінші сыйлық. Мынандай значилкасына Voice KZ деген жазу бар. Бұны біз тоже бірақ тақпаймыз шығар, бірақ а чё тағып жүрейік? Бүйтіп или бүйтіп тағып қоямыз, мына жерге тағып жүреміз. Тағамыз.
одан кейін ойыз кезе деген күнтізбе деген күнтізбе бұл календар деген сөз. Артында 2015 жылғы календарын тамашалай аласыздар. Сосын тағы не бар? Тағы да не бар? Тағы да қалам бар, ойыз кезе жазуымен. Және мынандай кітапша. Бұған біз химиялық формулаларды жазаламыз, реакцияларды жазаламыз, технологиялық сызбаларды жазаламыз. Немесе біз қазір ағылшын тілін оқып жүрміз, сондықтан да жаңа сөздерді жазамыз. Бұлай айтқанша бұл блокнотқа біз қолданамыз бұл блокнотты. қолданамыз. Сөз береміз. Жұмысымыз көп. Осындай ғана блокнот Бізде бәрі бар, тек қана осындай блокнотпен мынадай не жоқ еді. Как значок? Как значок? Тек қана осындай значок жоқ еді бізде. Бірақ мынау кішкене блокнот бірақ болған сияқты. Бірақ та болдық. Бұлай бар ғой, мына тесіктерінен шығып кетіп тұр. Бұл негізі дұрыс емес, бірақ мынаны жасадық. Бәрі келді, бәрі орында. Достар, осындай сұрақтарға жауап беріп, осындай сыйлықтарға ие болыңыздар. Бағанағы Ана жерде Буратино емес, шынымен де шампанский болған сияқты. видеоға түсіріп жатыр екен. Тағы не айтасың? Менің арнамның главный героинесі Шынсызбаева Айданы танысып қойыңдар тағы да. Аяқ жағында титрда жазылады. Mail, адрес, телефон, бәрі. Инстаграм парақшасындағы кейіпкерлері бүкіл шыған деп жатыр. Мүмкін оның арасында Нұрхат та болып қалар. Мүмкін мен ол Нұрхатпен бір фотография да жасай аламын. айтпақшы сол Voice.kz тобындағы Нұрхатты Айдана сүйеді. Махаббат, міне Нұрхат деген мына жігіт, танысып қойыңыздар. Міне мынау. Толик айтқандай, айтпақ қояйын, көбікне айтқан. Сіздерді айтты. Merci bien.